Құрдымға кеткен жоба. Google Glass'тың болашағына жасалған шолу. Bill Gates машиналар көтерілісін алдын алу керек дейді. Alibaba Wall Street қарақшыларының көңілін қалдырды. Компанияның қаржылық есебінен кейін акция құны түсіп кеткен. Смартфоныңыз бен планшетіңіздің дисплейінен Pronet бағдарламасының кезекті шығарылымы берілуде. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарда Google көзілдірігінің болашағы туралы ақпардан бастаймыз. Компьютер индустриясындағы сәтсіздіктер кешірілмейтіні белгілі. Бұндайда әсіресе құрастырушы зардап шегеді. Сондықтан бұлар сәтсіздікті мойындағысы келмейтін кейбіреулері бұны уақытша құбылыс деп қабылдайды. Міне алғашқылардың бірі болып толықтырылған шынайылық көзілдірігін дүниеге әкелген Google осындай халде. Көп күткен тұтынушылар қауымы жалықты, ал құрастырушылар асығар емес. Осы күнге дейін ешқандай ақпар жоқ еді. Жақында жылдың қорытындысын шығаруға арналған баспасөз конференциясы барысында Google'дың қаржы директоры Патрик Питчет Google Glass жобасын қайта қарастыруға уақыт керек деген еді. Белгілі болғаны Glass Explorer бағдарламасы мен көзілдірікті шығару ісі әзірге тоқтатылған. Питчеттің айтуынша Glass өнімін құрастырумен Тони Фаддл басқаратын Nest компаниясы айналысуы мүмкін. Фирманы Google бір жыл бұрын сатып алған еді. Әдеттегідей жобаның шығар күні мен бағасына қатысты басқа ақпар жоқ. Соған қарағанда компания өкілдері жобаның құрдымға кеткендігін мойындаудан бас тартып отыр. Айта кету керек, бұл девайстар шектеулі адамдарға таратылып сыналған еді. Бағасы $1500 айналасында. Сол уақыттан бері көзілдіріктің 10,000 данасы шығарылған. Құрылғыға тәнті болғандар аз. Керісінше дәрігерлер қауымы гаджетті пайдалану психикалық ауытқушылық пен тәуелділікке әкеледі деп жар салды. Капитализмнің көрінісі. Қытайлық Джон Ма Уолл-стриттің бай манаптарының үмітін ақтай алмаған еді, бірден елдің ең бай адам атағынан айырылды. Бұл жағдайға қатысты толық ақпар келесі материалда. Alibaba Group компаниясы құндық сатушылардың көңілін қалдырды. Оқиға желісі IPO-дан кейінгі алғашқы 90-дық есеп беруден кейін өрбіген. 2014 жылдың 31 желтоқсанында аяқталған қаржылық есеп нәтижесі көрсеткенде, табыс 40%-ға ұлғайып $4,22 миллиард өскен. Алайда сарапшылар бұл көрсеткіш $4,45 миллиард деңгейінде болады деп болжаған еді деп жазады Reuters агенттігі. Ал компанияның соңғы 90-дағы таза пайдасы $964 миллион еді. Бұл 28%-ға аз. Нәтижесінде Alibaba Group компаниясы акциясының құны 10%-ға дейін құлдырады. Жаңа жылдан кейін бір акция құны $89,181 болды. Осының нәтижесінде компания $25 миллиард нарықтық капитализациядан айырылған. Alibaba директорлар кеңесінің төрағасы мен негізін қалаушы Джон Ма Қытайдың ең бай адам атағынан айырылып қалды. Оның орнын Wanda Cinema Line компаниясының иесі Ван Сянлин басты. Соңғы дерек бойынша ол Ма мырзаның $26,3 миллиард $400 миллионға артық жинапты. Қытайдың онлайн сатушыларынан басқалары да Уолл-стрит бай манаптарының қара тізіміне ілінген көрінеді. Бұл жолы Google корпорациясы да болжанған межеге жете алмай қалған. Google өткен жылдың соңғы 3 айында $18,10 миллиард ақш көлемінде пайда тапқан. Бұл 2013 жылдың осы кезеңмен салыстырғанда 15%-ға артық. Сол сияқты интернет компанияның таза табысы өткен жылы $4,176 миллиард болса, оған дейінгі көрсеткіш $3,138 миллиард еді. Алға ілгерілеушілік бар әрине. Алайда акцияларды сатушылар басқаша ойлайды. Өйткені Уолл-стрит сарапшылары компания табысы $18,146 миллиард болады деп болжаған екен. Бұл межені бағындыра алмаудың негізгі себебі жарнама бағасының арзандауы делінеді. Жалпы Google мен оның әріптестерінің сайттарында ақылы кірушілер саны 14%-ға артып отыр. Жоғарыда аталған қаржы сарапшылары доллардың беріктігі мен басқа шетелдік валюталардың ауытқушылығынан осындай жағдайға душар болған. Жағдай тұрақты болғанда Google'дың табысы $500 миллиардқа артық болар еді. Корпорация мамандары осындай мәтіндегі баспасөз хабарламасын жазып ақталуда. Доллардың құнсыздануы мен мұнай бағасының артуы. Жоғары технология саласындағы белгілі тұлғалар басқаға бастарын қатыруда. Осыған дейін миллиардер Tesla компаниясының негізін салушы Элон Маск және белгілі жазушы, физик Стивен Хокинг ақылды машиналарға қатысты айтқан ойын жеткізген еді.
Енді міне олардың қатарына Билл Гейтс қосылды. Ол да Терминатор фильміндегі көрініс өмірде қайталануы мүмкін деп болжайды. Сұрақ-жауап сессиясы барысында Microsoft'тың негізін қалаған Билл Гейтс жасанды интеллекттің дамуына немқұрайлы қарайтын адамдарды түсінбейтіндігін жеткізді. Оның сөзін келтірер болсақ, бастапқыда машиналар бізге көмектесіп, жасанды интеллектпен жабдықталады. Егер оларды дұрыс басқара білсек жақсы әрине, бірақ ондаған жылдардан кейін жасанды интеллект дами түсетіні белгілі. Міне осы жағдайға қатысты алаңдаймын деді ол. Осы сөзді айтқан Гейтс жасанды интеллектке қатысты жобамен айналысып жатыр деген сыбысты жоққа шығарды. Оның айтуынша дербес уәкіл жобасы Cortana мүмкіндігін арттыру үшін жасалып отыр. Модуль бәрін есінде сақтап, керек жарақты тауып беретін Android және iOS операциялық жүйелеріне арналған Microsoft'тың өнімі болып табылады. Терминатордан қорқып, Quake'ті ойнамауға тағы болмайды. Баршаңызға денсаулық пен қаржылық тұрақтылық тілей отыра, келесі көріскенше аман сау болыңыздар дейміз. Бізді 24 KZ арнасы мен әлеуметтік желідегі парақшадан таба аласыздар.